Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 22-ші бетіндегі A Cosmopolitan City тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі сенің ағылшын тілінен 5 шығу қажет. Сонымен бірінші тапсырманы бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады: What do you know about Almaty? Алматы туралы не білесің дейді. Almaty is the biggest city in Kazakhstan. I visited these cities many times. There are lots of activities that you can do. For example, here many sports centers, playgrounds, cafes and shops. Here I found a lot of friends. I chat with them on the internet. I am planning to spend my summer holiday here. I really like this city. Яғни Алматы үлкен қала. Мен ол жаққа көптеген рет бардым. Бұл жақта көптеген қызықты заттар бар. Мысалға, көптеген спорт центрлары, ойын алаңқайлары, кафелер және дүкендер. Бұл жерде мен көптеген достар таптым. Мен олармен интернет арқылы хабарласамын. Мен жазғы демалысымды осы жерде өткізейін деп пландап жатырмын. Маған шынымен осы қала ұнайды деп мен саған жазып бердім. Енді екінші тапсырма. Read and listen to the text. How many people in Almaty have family or ancestors from the other countries? Дейді. Яғни Алматыда тексті тыңда және Алматыда қаншама адам тұрады дейді, отбасы бар дейді. Around 50% адамның. Арғай, үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада саған айтады, read the text again, choose the correct answer. Яғни мына тексті оқы және дұрыс жауабын тап дейді. Қазір мен саған тексті оқып аударып беремін. Around шамамен of Almaty's population are originally from Russia дейді. Яғни қаншама алматылықтар ертеден Ресейде келе жатыр дейді. Яғни қаншама алматылық Ресейден дейді. Ол бізде 33% алматылық, Алматы қаласындағы 33% адам осы тұрғылықты Алматыда тұрады екен. Арғай екіде Arthur's grandmother tells stories about sea. Жауабы дұрыс болады. Her family. Артурдың әжесі оқиға айтты өзінің отбасы туралы. Енді 3-те C болады. Arthur's grandparents have got brothers and sisters in Russia. Артурдың ата-әжесінің ағасы және әпкелері Ресейде дейді. 4-те жауабы дұрыс болады. София doesn't speak her parents' language fluently. София өзінің әке-шешесінің тілін жетік сөйлей алмайды. Sophia says it's great going to Alexander's house because жауап B, learners about German food. Яғни Софи жақсы деп айтты Александрдың үйіне барғанда, себебі бұл жақта неміс тағамдарын жасайды дейді, үйреніп жатыр дейді. Енді мен саған мына тексті оқып аударып берейін. Қараймыз. Almaty is the biggest city in Kazakhstan, and 58% of the population live here. Almaty has almost 2 million people. Around 50% of them are Kazakh, but the other 50 have parents, grandparents, and more distant ancestors from a lot of different nations. For example, around a third people have families from Russia, but there are lots of from China, Korea, Ukraine, and other places. Arthur and Sophia are two of those people. Яғни Алматы үлкен қала Қазақстандағы. Ол жақта 58% population lives here. Яғни Қазақстанның 58% адамдары осы жерде өмір сүреді дейді. Almaty has 2 million people. Алматыда 2 миллион адам бар. Around 50 of them Kazakh. Яғни шамамен 50% қазақтар, бірақ басқа 50% басқа ұлт өкілдері дейді, басқа ұлттардан дейді. Мысалға 3-тен бірі ол бізде отбасылар Ресейден дейді. Тағы да бізде Қытайдан, Кореядан, Украиннен және де басқа мекендерден отбасылы адамдар осы жақта бар дейді. Артур and Sophia, two of these people. Артур мен София осы жандардан бірі дейді. Артур: My grandparents come from Russia. They speak Russian, Kazakh, German. They are my heroes. Менің ата-әжем Ресейден келген. Олар орысша, қазақша және немісше сөйлей алады. Олар менің
Қаһармандары. They help me lots of with my homework. Олар маған көмектеседі үй тапсырмасын орындауға. My grandfather knows a lot of things, so I always ask him when I want to know something. Yeah? Менің атам көп нәрсені біледі, және де мен әрқашан одан сұрақтар қоямын бірдеңке білу үшін. My grandmother tells me a lot of stories about her family. I love listening to them. They are full of really interesting people. Менің әжем өзінің оқиғасы туралы, отбасылық оқиғасы туралы айтқан жақсы көреді. Мен оны тыңдағанды жақсы көремін. Өйткені олар қызықты оқиғаларға, қызықты адамдарға толы. All my grandparents' children live in Almaty. Менің ата-әжемнің балаларының барлығы Алматыда тұрады. But they have brothers and sisters in Russia. Бірақ олардың аға әпкелері бар Ресейде. Unfortunately, my parents and I don't see them very often. Несчастью, өкінішке орай мен ата-анамды көп жиі көре алмаймын дейді. Ары қарай София айтады. My parents come from Korea, but this is our home now. Менің ата-әжем, менің ата-анам Кореядан, бірақ бұл менің қазіргі үйім дейді. My parents speak Korean, but for me it's a second language. Менің әке-шешем корейше сөйлей алады, бірақ мен үшін ол екінші тіл. I can understand it, but I don't speak it much. Мен оны түсінемін, бірақ дұрыс сөйлей алмаймын. In our class there are 5 different nationalities. Мен сыныбымда 5 өзге ұлтты өкілдері бар. My best friend Alexander's family from Germany. Менің досым Александрдың отбасы Германиядан. They don't speak German at home. Олар немісше сөйлеспейді үйлерінде. But Alexander likes studying it at school дейді. We often go to each other's homes to watch films or play computer games. It's great because we also learn each other's cultures and food. Біз бір-біріміздің үйлерімізге фильм көру үшін немесе компьютер ойнау үшін жиі барамыз. Бұл жақсы, өйткені біз бір-біріміздің мәдениетімізді, тағамдарымыз туралы үйренеміз дейді. 4-ші. Build vocabulary. Find plural forms of these words in the text which are irregular. Яғни мына сөздердің көпше түрін текстен табуың керек. Қайсысы regular, қайсысы irregular дейді. Person дегеніміз адам, people деген адамдар. Nationality деген nationality деген ішкен ұлт, nationalities ұлттар. Child бала, children балалар. Hero қаһарман, heroes қаһармандар. Family отбасы, families отбасылар. Culture мәдениет, cultures мәдениеттер. Яғни сен мына сөздерді текстен табуың керек. Бірге тауып көрейік міне. Person дегеніміздің people тұр. Көрдіңдер ме? Міне people тұр. Nationalities деген сөз керек бізге дейді. Енді nationality деген сөзді іздеп көрейік міне. Қарайық мына жақтан. Қазір мына жерден көрген секілдімін мен. Міне nationalities деген сөз тұр. Одан кейінгі бізде children деген сөз міне тұр көпше түрі. Heroes деген сөз міне мына жерде тұр. Міне heroes деген сөзіміз тұр. Families деген сөз табуымыз қажет. Мына жерде болу керек. Families деген сөз. Қайда кетті? Family деген сөз тұр. Families деген сөзді балалар өздерін тауып алыңдар, я. Family деген сөз тұр екен. Cultures деген сөз мына жерде тұр, я. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді 5-ші тапсырмаға оралайық. Балалар мына жерден families деген сөзді өздерін тауып маған комментарийге жазыңдар. Қай жерде тұрғанмен мен білмей тұрмын. Таптым балалар. Ал енді 5-ші тапсырмаға келейік, сұрақтарға жауап бер дейді. Сұрақтарға жауап берейік бірге. Бастадық. Are there people from different countries in your class? Яғни басқа мемлекеттен келген оқушылар бар ма сыныбында дейді. No, they aren't students from other countries. Жоқ, ондай жоқ, басқа мемлекеттен келген оқушылар деп жауап бердім. Егер болса, yes, there is a boy деп жауап берсем болады. Кім бар сыныпта, я? 2-ші тапсырма. What languages are popular at school? Қай тіл сенің мектебінде танымал дейді. Және неге? In my school, Kazakh is popular language. Қазақ тілі мектепте танымал. 3-ші. What countries do you want to visit? Why? Use the ideas below. Қай мемлекетке барғың келеді? Мына төменде берілген идеяларды қолдан. I want to visit Korea because I'm keen on listening K-pop and watch Korean films or doramas. I also want to visit places which are showed in doramas. Yeah? Мен шынымен де барым келеді Кореяға. Өйткені мен қызығамын K-pop музыкасын тыңдауға және корейлік дорамалар мен фильмдер көргенге, және тағы да мен сол жерде дорамада түскен жерлерді көргім келеді деп мен жауап бердім. Балалар, жалпы сабақ ұнаса комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Мына видеоны достарына жіберіңдер. Goodbye, have a nice day.